Қасым-Жомарт Кемелов атап өткен бірінші мәселе ол елімізге қомақты инвестиция тарту. Президент дүниежүзінде инвестицияға талас күшейіп жатқанын айта келе, жаңа инвестициялық кезеңді бастауымыз қажет. Қазіргі инвестиция тарту саясаты мардымды деп айта алмаймын деді. Абай облысына инвесторлармен атқарылып жатқан жұмыстарды қарқыны жаман емес, дегенмен осы бағыттағы жұмысты жалғастырып, бұдан да бұрынғы жұмыстарымызды ары қарай жалғастыра беруіміз керек. Алайда инвесторлармен жұмыс дегеніміз, олармен жай ғана кездесіп танысу емес, бізге келетін инвестор көп, бірақ олардың қайсысымен нақты нәтижелі жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бірінші кезекте осыны қадағалауымыз, қолға алуымыз қажет. Президент премьер-министрлерге осы инвесторлармен қарым-қатынас жүйесінің күрделі әрі бытыраңқ екенін айтып, жаңа ұсыныс енгізуді тапсырды. Оны өздеріңіз көрдіңіздер. Біз де жаңа тәртіпке дайын болуымыз керек. Мемлекет басшысы жолдауда инвестиция тарту орталық атқарушы органдардың ғана міндеті емес, осы маңызды жұмысқа жергілікті билікте атсалысып, бәрі жұмыла жұмыс істеуге тиіс. Әкімдердің аймақтағы инвестициялық ахуалға тікелей жауапкершілігін белгілеу керек деді. Бұл қала және аудан әкімдеріне тікелей қатысы бар тапсырма дедім. Біз бұған дейін де осы инвестиция тарту бойынша аудан қала әкімдеріне бірнеше мәрте осы бағытта жиналыс өткізіп, алдағы уақытта аудан қала әкімдерінің рейтингісіне осы инвестиция тарту бойынша көрсеткіш енгізілетіндігін айтқан болатынбыз.